Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз сіздермен қазір қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. 26-30 жаттығу. Мақсатымыз тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрау. Дереккөздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу. Жіберілген пунктуациялық, орфографиялық қателерді мұғалімнің көмегімен түзету. Дара және күрделі етістікті анықтау. Ал қане, сабағымызды бастамастан бұрын кім шапшаң ойланады екен? Етістік дегенде ойымызға не келеді балалар? Ойланайық. Сұрақтары қандай түрлері бар? Иә, ойланып болсақ, назар аударайық. Етістік. Не істеді? Не қылды? Қайтты деген сұрақтарға жауап береді, іс-қимылды, әрекетті білдіреді. Оның дара және күрделі түрлері болады. Дара етістік бір сөзден құралады, күрделі етістік екі немесе одан да көп сөзден құралады. Енді 110-шы сабаққа назар аударайық. Өлең берілген. Жақан Смақовтың өлеңі. Мұқият тыңдаңдар. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Тағы бір рет оқимын. Таспен атып торғайды, ұя бұзған оңбайды. Құс өкпелеп кетеді, бақшамызға қонбайды. Өлеңнен етістіктерді табайық. Бірінші жолда. Атып. Қандай етістік? Дұрыс, дара етістік. Ұя бұзған оңбайды. Екінші жолда. Бұзған оңбайды. Бұл қандай етістік балалар? Дұрыс, күрделі етістік. Екі сөзден құралғандықтан күрделі етістікке жатады. Құс өкпелеп кетеді. Үшінші жолда. Не істейді? Өкпелеп кетеді. Яғни бұл да күрделі етістікке жатады. Бақшамызға қонбайды. Дара етістік қонбайды. Өлең мазмұны бойынша сұрақ қой дейді. Яғни біз сұрақтар қойып, етістіктерді таптық. Өлеңде екі дара етістік, екі күрделі етістік бар екен. Бірінші жолда атып, екінші жолда бұзған оңбайды, үшінші жолда өкпелеп кетеді, төртінші жолда қонбайды. Түсіндік пе балалар? Бұл тапсырмада жаңылтпаш берілген. Үміт түбіт түтті, түбітті түттіп бітті. Бұл жерде айтылу бойынша жазылған. Етістіктерді тауып, дара және күрделі екенін ажырат дейді. Қателерді байқап отырған боларсыздар. Алдымен етістіктерді тауып алайық. Үміт не істеді? Түбітті. Түтті. Қандай етістік? Дұрыс, бір сөзден құралғандықтан дара етістік болады. Түбітті түтіп бітті. Не істеді? Түтіп бітті. Екі сөзден құралғандықтан қандай етістік болады? Күрделі етістік. Дұрыс айтасыңдар. Не істеді? Түбітті, түтіп бітті. Қателерін байқап отырған шығарсыздар. Әрпінің орнына әрпі жазылуы керек. Үміт, түбіт сөздері қате жазылған. Ал енді дұрыс жазылғанына назар аударайық. Сабақтан соң тура осылай қатесіз әдемі етіп жазған кезде бас әріппен кіші әріптің биіктігін сақтап, әріптерді каллиграфиялық нормаға сай көркем жазасыздар. Мәтінге, суретке назар аударайық. Суретте құстың, тоқылдақтың суреті берілген. Құстардың тұмсығы, дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет.
Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Тағы бір рет оқимын. Құстардың тұмсығы дән шоқу, жаңғақ шағу, жемістерді жұлу үшін қажет. Кейбір құстар тұмсықтарын ұя салатын немесе тесік оятын құрал ретінде пайдаланады дейді. Қарай қойыңдаршы, суретке назар аударыңыздаршы. Тоқылдақ ағашты тоқылдатып тұмсығымен тесіп жатыр. Ал оның ар жағында не бар екен? Не үшін олай жасап жатыр? Тоқылдаққа тұмсық не үшін керек? Қарлығаштың құйрығы неге айыр сұрақтарына дерек көздерден жауап іздейміз. Яғни дерек көздерге интернет желісі жатады. Осы сұрақтарды интернет желісіне жазсаңыздар, жауапты табуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Не істеді, қайтеді сұрақтарына сөздерді топтастыру. Не істеді? Қайталады, саңқылдады, қайтеді, шықылықтайды, қайтеді, қиқулайды. Не істеді? Киді, не істеді? Ойлады. Не істеді сұрағына қайталады, саңқылдады, киді, ойлады сөздері жауап беріп тұр. Ал қайтеді, шықылықтайды, қиқулайды. Яғни құстардың іс-әрекетін білдіріп тұр. Енді мына суреттерге назар аударыңдаршы, балалар. Осыған ауа райы құбылыстарына байланысты сөздер ойлап тауып, сөйлемдер жасап, етістіктерді табуымыз керек. Бірінші суретке күн жарқырады, күн жадырады десек те болады. Жарқырады, жадырады, дара етістік. Ал екінші суретте күн бұлтқа жасырынды. Не істеді? Жасырынды, дара етістік. Немесе күн бұлтқа жасырынып бара жатыр десек, ол кезде күрделі етістік болады. Жаңбыр жауды, дара етістік. Жаңбыр жауып тұр десек, күрделі етістік болады. Кемпір қосақ көкке асылды. Не істеді? Асылды, дара етістік. Кемпір қосақ шығып тұр. Шығып тұр деген екі сөзбен жазатын болсақ, ол кезде күрделі етістік болады. Өз сөйлемдеріңді осылайша құрастырып, етістіктерді табуға болады. Енді қорытынды есебінде тест сұрақтарына назар аударайық. Бірінші сұрақ. Дара етістік қатарын тап. А. Оқып отыр. Ә. Секірді. Б. Ойнап жүр. Дара етістік қайсы екен, балалар? Секірді. Дұрыс, себебі ол бір сөзден құралып тұр. Екінші сұрақ. Күрделі етістікті тап. А. Тапсырды. Ә. Айналды. Б. Оқып жүр. Күрделі етістік қайсы екен? Қай жауап сәйкес келеді екен, балалар? Дұрыс, Б жауабы сәйкес келеді. Себебі не істеді? Оқып жүр. Екі сөзден құралғандықтан ол күрделі етістікке жатады. Ал енді үй тапсырмасына назар аударайық. 27-ші жаттығу 81-ші бет. Жаңылтпашты қатесін түзеп, көркем етіп жазу. Жазғанда көркем етіп жазамыз. Және 29-ші жаттығу 81-ші бет. Ең алдымен өз аулаңдағы құстар тіршілігін бақылаймыз. Сол байқағандарың туралы шағын мәтін құрап жазу керек. Жазғанда қатесіз, әдемі, таза жазуға тырысамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.